Простата безі немесе қуықасты безі. Ол жамбас қуыстығының ішінде, қуықтың астыңғы бөлігінде несебағарды орап орналасқан. Бұл без секрет өндіретін жасушалардан және де бұлшықет талшықтарынан құралған. Бұлшықет талшықтары жасушалар өндірген секретті сығып шығару үшін қажет болып табылады. Ал өндірілген секрет арнайы түтіктер арқылы несебағарға ашылады. Ал енді осы секреттің қызметтеріне тоқталсақ. Яғни ол сперманың несебағар қынап арқылы жатырға барып түсу жолында оның сапасын сақтап, оны қорғап, өзінің қызметін толық атқару үшін қажет болып табылады. Ал енді секреттің құрамына тоқталсақ, секрет құрамы иммуноглобулиндерден, ферменттер, витаминдер, лимон қышқылы, мырыш иондарынан құралған болып табылады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, егер де осы без өзінің қызметін толық атқара алмайтын болса, спермада өзінің қызметін толық атқара алмайды. Және бір патологиясы оның егер де қабыну болатын болса, яғни простатит кезінде бездің көлемі ұлғайып, ол несебағарды қысып тастайды да, қуықтан зәр несебағарға түспей, кері қарай бүйрекке қайтады. Бұл өте үлкен патология болып табылады, достар, көріп тұрғандарыңыздай. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.